Dostlar, biz savunma işi үшін бие байлап жатырмыз, және де оның бейнеттері көп. Оны айдап келу керек, оны қайыру керек. Кейде жаяу, кейде мотоциклмен. Біраз шақырымдары мен километрлерге дейін кетіп қалады. Оны әлі GPS орнатқан жоқпыз, бірақ соны іздеп тауып үйге келу керек. Жалпы 3 сағат сайын сауылу керек не? Ал біз күніне 3 мезгіл сауып отырмыз. Әдетте азанда кешке. Міне табылды жылқы. Осы жерде өйстіп айдап барамыз ауылға. Каш! Ойбай, айдап келу оңай емес. Мына жаққа қашады, мына жаққа қашады бұлар. Бұлар бәле. Ана мотоцикл бар кезде қайырылады, қазір қайырмай жаяу екенін білгенде жан-жаққа қашады. Осы кезде айта кететін жағдай, саумалдың пайдасы өте ұшан-теңіз. Өзі интернеттен теріп қарап көрсеңіздер, керемет мол пайдасы. Бүкіл ауруларға ем, дәрімен емделгенше, жалпы қазақтың әр үйінде жылқы бар ғой. Жылқымен, саумалмен емделсе адамдар